Шымкент қаласы әкімдігінің мәжіліс залында қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Жиында қаладағы өзекті мәселелер талқыланып, бірқатар бағыттар бойынша атқарылған жұмыстар тыңдалды. Жауапты сала өкілдері баяндама оқып, алдағы жоспарлармен және шешуді қажет ететін мәселелермен бөлісті. Кеңес мүшелері ұсыныстарын айтты. Дін саласындағы ақпараттық түсіндіру жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Діни экстремизм және радикалды идеологияның алдын алу, теріс діни ағымдардың кері әсерін түсіндіру және рухани тұрақтылықты арттыру мақсатында шаһар аумағында жалпы саны 4126 іс-шара ұйымдастырылып, 605 мыңнан астам адам қамтылған. Ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы мен білім басқармасы бірлесіп, жоғары және орта арнаулы оқу орындарында, сондай-ақ мектептерде 1078 ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Бұл кездесулер арқылы 251 мыңнан астам жас деструктивті діни ағымдардың алдын алу және қазақстандық қоғамның құндылықтары туралы толық ақпарат алған. Деструктивті діни ағым жақтаушыларын бейімдеу. Аталған бағыттар бойынша жылдық көрсеткіштер бекітілген. Көрсеткіштерге қазіргі таңда басқарма толығымен жетіп отыр. Қалада негізінен 12 конфессияны білдіретін 32 діни бірлестік тіркелген. Біреуі ислам бағыты, исламдық емес бағыт 31. Қазір жоғары білімі бар имамдар 129, орта білімі бар 87, дайындық курстарынан өткен 57, сондай-ақ жоғары білімі бар шіркеу қызметшілері 70 болып табылады. Шымкент қаласының аумағында жалпы 8 миссионер тіркелген. Олар әртүрлі конфессиялардың жұмысын жүргізеді. 3-ші тоқсанға көрсеткіштер толығымен орындалды. Бірінші бағыт бойынша онда айтып өтсем, ақпараттық түсіндіру жұмыстары. Діни экстремизм мен радикалды идеологияны алдын алу, теріс діни ағымдардың қоғамға тигізетін кері әсерін түсіндіру. Оның ішінде жастар арасында ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы, білім басқармасымен бірлесіп, жоғары және орта арнаулы оқу орындарының жастары, мектеп оқушылары арасында деструктивті діни ағымдардың ықпалын алдын алу. Бұдан бөлек, қалалық өзбек драма театрында Тор, Сатқынды қиянат театрланған қойылымдар ұйымдастырып, 4 мыңнан аса адам тамашалады. Өткізілген театрлық қойылымдарда бүлікшіл шейх бітімге келмес, шетелде діни білім алудың қаупі қандай туралы бейнероликтер көрсетілді. Қала тұрғындарымен түзеу мекемелерінде сотталушылар арасында кездесуді нәтижелі өткізу үшін дін саласында республикалық ақпараттық топ мүшелері арнайы шақырылып, тиісті жұмыстар атқарылды. Әлеуметтік желідегі жұмыстар бойынша айтып өтсем, биылғы жылдың 10 ай қорытындысы бойынша интернет кеңістігінде қарсы насихат жұмыстарына бекітілген медиа жоспарға сәйкес 4548 діни танымдық материал жарияланып, 1.297.437 қаралым болды. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті мен министрліктің тапсырмасы негізінде 33 подкаст түсіру бекітілген. Оның қазіргі таңда 28 әзірленіп, 5 подкаст түсірілімі ұйымдастырылды. Бұл материалдардың 1,5-2 минуттық үзінділері алынып, Instagram, әлеуметтік желі, TikTok желілері арқылы таратылды. Қарсы насихаттар жұмыстар бағытында әзірленген 330 қарсы насихат материалдар әлеуметтік желіде кеңінен жарияланып, азаматтар көп шоғырланатын орындардың LED экрандары мен мониторларында тұрақты түрде көрсетілуде. Сонымен қатар денсаулық сақтау және білім басқармаларына қарасты мекемелердің ресми Instagram, TikTok, Facebook, әлеуметтік желі парақшалары мен WhatsApp чаттарында жарияланды. Министрлікпен бекітілген ақпараттық кеңістікте діни экстремизмді насихаттауға қарсы жұмыс тобын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар туралы алгоритміне сәйкес жұмыстар жүргізіліп, есептік кезеңде басқарма тарапынан 302 материал министрліктің ақпараттық жүйесіне енгізілді. Ақпараттық қауіпсіздік жүйесіне 1040 материал бұғаттауға енгізілді. Сондай-ақ аналитикалық интернет-карта бағдарламасы арқылы ВКонтакте, Instagram желісіндегі исламдық бағыттағы дәстүрлі емес діни ағым қауымдастықтарында тіркелген желі қолданушылармен жұмыстар жүргізіп, нәтижесінде 7519 желі қолданушы тіркелген аккаунттан бас тартты. Instagram әлеуметтік желісінде радикал топтарға жазылған 14-35 жас аралығындағы 556 жастардың аккаунты анықталды. Бізде қазір дін мәселесін зерттеу орталығы деген коммуналдық мекеме бар, білесіздер барлықтарыңыз. Ол жерде қазіргі таңда жаңадан жоба жүзеге асырылайын деп жатыр. Әлеуметтік желіге толығымен мониторинг жүргізіп, олардың барлығымыз көріп отырамыз. Уағызшылар, ол тікелей бас имам бар ғой, Бағдәулет.
сонымен бірге ақылдасып қарсы насихат жұмыстарын жүргіземіз негізі. Әртүрлі подкасттар түсіріп, қазір осы дін мәселесін зерттеу орталығына студия ашайын деген жобамыз бар. Сол студияда әртүрлі уағызшылардың ой пікіріне дін мәселесін зерттеу орталығы теологтарымен қарсы немесе түсіндірме жұмыстарын жүргізетін жаңа жоба ашайын деп жатырмыз, соған қатысты. Сонымен қатар ауыз су құбырларының тозуына байланысты қалада жүйелі жұмыстар жалғасуда. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025-2026 жылдары жалпы ұзындығы 16,5 шақырым ауыз су жүйесін жаңартуды жоспарлап отыр. Оның ішінде келер жылы 12 шақырымға жуық, ал 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында 4,5 шақырымға жуық құбыр ауыстырылған. Нәтижесінде қазіргі тозу деңгейі 56,5%-дан 54,9%-ға дейін төмендеген. 2 жыл ішінде 1,5%-ға дейін жақсару күтіледі. Анықтамаға сәйкес тозудың 50%-ға дейінгі деңгейі жасыл аймақ, ал 50 мен 64% аралығында сары, ал 65% жоғары көрсеткіш қызыл деңгейге жатады. Табиғи газбен қамту бойынша бастаймын, рұқсат етіңіз. Қазіргі таңда қамту көрсеткіші бізде 97,4% құрайды. Енді 24 жыл бойынша айтып кетсем, рұқсат етіңіз. 24 жыл қорытындысымен 10 нысанның құрылысы жұмыстары аяқталды. Ол Қайнарбұлақ 1-2 кезеңі, Ынтымақ 2, Бозарық 1-2-3 кезең, Еламан, Қаратөбе, тәуелсіздікке 20 жыл. Мынау 24-ші 10 нысанның аяқтағаннан кейін біздің қамту көрсеткіші 97,4%-ға өсті. Жалпы 96% құрды. 25 жылға 8 нысанның құрылысы жоспарланған. Қазіргі уақытқа дейін 6 нысан, ол Қарабастау, Жұлдыз, Жалын, Таса 2-ші кезең, Достық, Түрегөнлік Титоны, Қайтпас 1 мен Тұран шағын аудан арасындағы орналасқан тұрғын үйлер құрылысы қазіргі таңда аяқталып, тұрғындар табиғи газбен қамтылды. Екі нысан осы жылдың соңына дейін құрылыс жұмыстары аяқталады. Қазір енді қаланың дамуына байланысты қазір агрессиямыз 100%-ға жұмыс жасап жатыр. Сонда қазіргі таңда бізде енді осыған қарай қазіргі таңда агресс 5 деген келесі жылдан бастап Құдай қаласа құрылыс бастаймыз. Ағымдағы жылдың қалалық сатып алу көлемі 417 миллиард теңгеден асқан. Оның 67% орталықтандырылған тәртіпте жүзеге асырылады. Яғни негізгі бөлігі мемлекеттік бақылауда өткізілген. Ал қалған 33%-ын тапсырыс берушілер өздері басқарып, қажеттіліктеріне сай ұйымдастырған. Оның ішінде 17,5 миллиард теңге бәсекелестік тәсілдері арқылы өткізілетін болады. Мамандардың айтуынша, бұл тәсілдер сатып алуды ашық әрі тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге қаржының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етеді. Мемлекеттік сатып алу саласындағы атқарылған жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Басқарма Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы ретінде жүзеге асырады. Веб-порталдың мемлекеттік сатып алу веб-порталдың деректеріне сәйкес қала бойынша 2025 жылғы сатып алу жылдық жоспарының сомасы 626 миллиард теңгені құрады. Есепті кезеңде басқармамен бірыңғай ұйымдастырушы ретінде 417 миллиард теңгеге 1770 лотқа конкурс жарияланды. Оның ішінде құны бойынша 68% ашық конкурс, 32% рейтинг балдық жүйе конкурсымен өткізілді. Атап өту қажет, рейтинг балдық жүйе конкурсы комиссия құрылғысыз өткізіледі автоматты түрде. Сондай-ақ мектептерге тамақтандыру ұйымдастыру қызметтерін сатып алу бойынша 16 конкурс өткізілді. Бүгінгі күнге 306 миллиард теңгеге 1439 лот бойынша қорытындысы түзілді. Үнемделген қаражат 30,4 миллиард теңгені құрады, 10%. 122 лотқа рәсімдер жүргізілді. Үшінші слайд. Шағымдар және сот процестері. 25 жылдан бастап мемлекет сатып алу шағымдарды
басқарма өзі қарайды. Сатып алу қорытындыларымен келіспей, әлеуетті өнім берушілер тарапынан 260 конкурсқа 683 шағым түсті. Шағымдарды қарау нәтижесінде 502 шағымды қанағат тұрған бас тартылды, және 181 шағым қанағат тартылып, 99 конкурстың қорытындылары қайта түзілді. Осылайша сатып алу қорытындыларының 92% өзгеріссіз қалдырылды. Бұдан бөлек, әлеуетті өнім берушілер шағымды қарау нәтижесімен келіспей, 63 талап арызды сотқа жолдады. Бүгінгі күнге 32 іс бойынша шешім басқарма пайдасына, және 21 іс сот шешімі екінші тараптың пайдасына шешілді. Қоғамдық кеңес отырысының соңында сала өкілдерінің баяндамалары ішкі талқылаудан өтіп, ұсыныстар негізінде қажетті өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар жауапты мамандар көтерілген мәселелер бойынша өзара сұрақтарға жауап беріп, алдағы техникалық жұмыстардың нақты жоспары айқындалды.